Қайырлы күн, келесі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге, то есть мен сіздерге творческая студия айтам. Яғни ол қайсысы? Қараңыз, мынау біздің YouTube, я. Енді творческая студия деген, егер Android болса Play Market'тен, iPhone болса App Store'дан жүктеп аласыздар. Творческая студия YouTube. Міне осыны скачать етіп аласыздар. Мен скачать етіп алғанмын негізі. Вот осы жерден кіріп кете саламын. Творческая студия. Енді қараңыз, бұл да бір YouTube-тың бір бөлігі. Бұл жерде қалай болады? Тоже сіздің каналыңыз болады. Мына жерде менің авам тұр. Каналың аты жөні тұр. Подписчиктің саны, мынау просмотрлар, 28 күндегі просмотрлар, 28 күнде жиналған подписчиктер, 28 күндік просмотр сағат бойынша. Яғни мен 28 күнде 946 сағат қосқан екенмін. Мынау менің доходым, яғни табыс көзім деген сияқты. Мен жақында ғана қосып едім ғой, нені монетизацияның. Ал мыналар менің соңғы салған видеоларым. Мынау доход, мынау, то есть доллардың сурет топ тұрған, ол ақша ғой, былай айтқанда. Мынау просмотрлар, мынау лайктар, мынау лайктар, мынау комментарий, төрт топ тұрған. Мынау астындағылар комментарийлер уже. Енді контент дегенге керетін болсақ, қараңыз, бұл жерде тип, видео, шортс, трансляция былай бөлінеді. Осылай таңдап алсаңыздар болады. Мынау біздің полный видеоларымыз. Одан кейін мынау біздің полный шортс видео. Мынау плейлисттер. Одан кейін үшінші бөлім аналитика. Аналитикада, короче, мынау просмотр, общий просмотр үстіне кіретін болсақ, мына қараңыз, 28 күнде сіз 29321 просмотр жинап тастағансыз деп айтып отыр. Мынау 7 күндік просмотр, 90 күндік, мынау 1 жылдық деген сияқты да. Вот. Қазір мен 1 жылда осындай просмотр жинаған екенмін. Короче, осындай. Енді мынау ең көп қаралым жинаған, популярный болып кеткен нелер ғой, просмотрларды осылай көрсетеді. Енді сағат бойынша есептейтін болсақ, мен 28 күнде 946 сағат қосқан екенмін. 365, яғни 1 жылда 7685 сағат қосып тастаған екенмін. Қараңыз, именно сағат бойынша Мөлдір Анарбаеваның видеосы атып тұр менде. Вот. Одан кейін келесі подписчиктер. 28 күнде 210 подписчик қосылған. Мынау 1 жылдың ішінде менде 1973 подписчик дейді. Подписчик бойынша тоже самой популярный Мөлдір Анарбаева. Доход. Бұл ақша ғой, бұл айтқанда. Мен енді жинап бастағаннан кейін менде пока осындай $6 болып тұр. Енді қараңыздар, мыналарда әрқайсының долларлары көрініп тұрады. Біз осыны көбейтуіміз керек. Түсіндіре алдым ғой, я. Одан кейін келесі тренды деген. Бұл енді как бізге көмектесіп жатқаны ғой, енді осыларды не істесең болады деген сияқты ғой. Одан кейін контент, просмотр, міне показ. Показ деген көрсетілім ғой. Қаншақты көп көрді деген сияқты ғой. Вот. Қараңыз, мына жерде көрінеді. Сіздің көрермендеріңіз видеоларыңызды қалай көріп жатыр? Рекомендациялық видео 35%, функции выбора контента. То есть бір видеоны көріп жатқаннан кейін келесі бір видеолар төменге шығып тұрады ғой, вот сондай контент 46% деп тұр. YouTube-қа поискпен жазып іздегендер 12% деп тұр. Вот бұлар осылай ғой.
мынау ең прям удержание ұстаған, прям до конца қараған видеолар тізімі. Мынау шортс, мынау плейлист. Аудиторияға келетін болсақ, аудитория постоянный зрителей. Мінекей, осылай болады. Уникальный. Жаңа көрермендер мінекей осылай болып тұр. Одан кейін Охо, мынаны қараңыздар, біраз нәрсе айтады екен. Енді қараңыз, көп көрермендеріңіз ол мынау темный не болып тұрады менде. Фиолетовый болып тұрады, иә. Значит, менің каналыма көбінесе көрермендер мынау 18:00-ден кейін жақсы көреді екен. Көрдіңіздер ма? 18:00, 19:00, міне 20:00, 21, 22:00-дер, то есть 19:00 мен 21:00 аралығындағы времялар, то есть уақыттарда адамдар жақсы қарайды екен мені. Міне темный болып тұр, көрдіңіздер ма? Міне много зрителей деп тұр. Ал қалған уақыттарда адамдар мені аз көреді екен. То есть мен кешке қарай салым керек екен, былай айтқанда видеом ше. Вот солай өздеріңізге анализ жасасаңыздар болады. Тип устройства, міне 88% телефонмен көріп отыр, 7% телевизормен көріп отыр деген сияқты. Возраст, міне қанша жас аралығындағы адамдар сізде көреді. Әйелдер 67%, еркектер 32%. Қазақстаннан 84% адам көреді, қалған Өзбекстан, Қырғызстан. Мінекей, осылай. Без подписки адамдар өте көп көреді деп бұндай. Вот қараңыз. Осындай неше түрлі нелер бар ғой, короче. Доход. Сколько вы зарабатываете, көрдіңіз ба? Сіз қанша ақша тауып жатсыз ютубтан деп тұр. Мартта мен енді өте аз жиналдым. Ол жақта мен дұрыстап көңіл бөле алмадым. Февральда тоже енді Алла қаласа, осылайда жақсылап жинасам деп отырмын. Енді жақсылап көңіл бөлем. Қараңыз, осылай есептеп береді. Қай айда сіз қанша табысқа шығып отқаныңыз көрсетіп береді. Вот, осылай көрсетіп береді. Ал мынау қараңыз, бұл рекламадағы ақшалар. Енді реклама сіздің просмотрыңызға да тоже не істейді ғой. Рекламада просмотр үшінде былай ақша төлейді ғой енді. Міне 99% реклама сіздің просмотрыңызға кетеді, то есть кәдімгі видеоңызға, ал шортсыңызға реклама 0,1%. Менде шортс өте аз, 4-5 штук қана. Сондықтан в основном менде реклама кәдімгі видеоларға шығады. Вот осы. Сообществоға, енді комментарийлер тұрады. Одан кейін постоянный зрителей. 28 күнде 91 комментарий еткен маған. Келесі монетизация бөлімі. Вот қараңыз, менің общий ақша міне $10 асып тұр. Мен минимальная сумма $100 жинауым керек. $100 төмен болса, картаға түспейді. Егер асыратын болсам, картаға түседі. Мен осы айда жинаған ақшам келесі ай түседі. Бірақ алдына пин-код келіп, не істеу керек енді, налогты толтырып деген сияқты, оны алда уақытта айтамыз бұйыртса. Одан кейін мына жерде жазылмай тұр енді. Біздің міндет, негізі сіздерде енді новый канал болғаннан кейін мына жерде жазылып тұрады. 1000 подписчик, 4000 сағат просмотр, 10 миллион шортс деп тұрады. Вот соларды жинау керек сіздер. Бір жылдың ішінде 4000 сағат просмотр, 1000 подписчик жинау керек. Сол кезде заявка жіберіледі. Вот пока осы. Егер тағы да қосымша аккаунттарыңыз болса, мына жерде басасыздар, жоғарыны Смедент аккаунт деп, былай қосымша YouTube каналдарыңызға кірсеңіздер де болады. Былай кірсеңіз болады. Мен кірмей қойын. Пока түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде кері байланыс чатқа қоямыз.